16-шы сұрақ. Мен қараңғылықтан қорқам ба? Сен жоқ деп жауап беріпсің. 20-ші сұрақ. Мен жалғыздықтан қорқам ба? Сен жоқ деп жауап беріпсің. 26-шы сұрақ. Мен әке-шешемнен қорқам ба? Жоқ. Сен осы бөлімдегі барлық сұрақтарға жоқ деп жауап беріпсің. Олардың кейбіреулеріне я деп жауап беруің керек еді деп ойлаймын. Барлық адамдар бір нәрседен қорқады. Біз үрейімізбен күресу арқылы, соларды жеңу арқылы алға жылжимыз. Маған жауап бергеніңді қалайым. Неден қорқасың? Айтшы. Егер өзіңіздің неден қорқатыныңызды айтсаңыз, мен де айтам. Неден қорқатынымды. Келістік. Мен бірде бала кезімде ағашқа өрмелеп шықтым да, күтпеген жерден бал арасының ұясын көрдім. Бұл араларға ұнамады. Олар мені бірнеше рет шағып алды. Әке-шешем мені ауруханаға апаруға мәжбүр болды. Содан бері мен аралардан қорқам. Енді ағашқа да өрмелемей. Әр адамның бір қорқатын нәрсесі болады. Сонымен сен неден қорқасың? Өзімнен. Өзіңнен қорқасың ба? Иә, сондай болып тұрады. Неге? Сонда неден қорқасың? Әртүрлі, жаман ойлардан. Неге қатысты? Адамдарға қатысты. Барлық адамдарға қатысты ма, әлде таныстарыңа қатысты ма? Таныстарыма қатысты. Мысал үшін, Сізге қатысты. сен мен туралы жаман ойлайсың ба? Неге? Жай ғана ойлай. Көңіліңе тиетіндей бірдеңе істедің бе, немесе бірдеңе айттың ба? Сіздің осы мінез құлқыңыз үшін. Қандай сонда? Үстірт ойлайтыныңыз үшін. Үстірт ойлайтын? Бұл сөздің мағынасын білесің бе? Таяз ойлайтын. Шынайлық пен сезімнен жұрдай адамды солай атайды. Сондай-ақ сіз тәкаппарсыз. Бұл сөздің де мағынасын түсіндірейін бе? Егер мен тәкаппар әрі үстірт ойлайтын адамға ұқсасам... Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Неге? Сіз ересек адамсыз. Үлкен басыңызды кішірейтіп, менің кешірім сұрамаңыз. Он екінші сұрақ. Мен болашағымнан қорқам. Иә ма, жоқ па? Менің жауап бергенімді қалайсың ба? Иә ма, жоқ па? Жоқ. Негізінде иә деп жауап беруіңіз керек еді. Енді сабақ туралы сөйлесейік. Менің бағаларым енді анағұрлым жақсарды. Мен балалардан түрлі сөздерді естігем. Бірақ мұндайды бірінші рет көрдім. Нені? Қоқан лоққыны. Мен бір маманды танимын. Таңертең соған хабарласам.